Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Абилханов Бауыржан, дәрігер, психосоматолог, тәніңді тыңда кітабының авторы, қазақ тіліндегі тұңғыш алғашқы психосоматикалық кітап, тәніңді тыңда кітабының авторы боламын, және де дәрігермін, 9 жылдық медициналық білім мен диплом бар дәрігермін, 3 жыл орта білім, 6 жыл жоғары оқу орнындағы білім, және де 4 жылға жуық уақытта психосоматика саласында білім алып, адамдарға жеке терапия өткізіп, адамдардың сырқаттарынан тәнімен қоса жанын емдеп жүрген жайымыз бар. Бүгін сіздермен Алла қаласа женский сырқаттар, әйелдер сырқаты, женский болезни, қынап, жатыр, сүт без ауруларымен аурулар жайлы сөйлесетін боламыз. Эфирімізді өзіміздің дара қымыз фирмасының бал қымызымен өткізетін боламыз. Мынау тасып кетті, айып етпестер. Мынан дүкендерден көретін болсаңыздар, алыңыздар. Бұл өте керемет өнім. Бұл фирманың негізін қалаған мен 2018 жылы мен және де досым Төлеби есімді жігіт екеуміз бірге основать еткенбіз, негізін қалағанбыз. Бісміллә. Дүкендерден көретін болсаңыздар, сатып алыңыздар. Менің парақшамды белгілеңіздер, өте қуанышты болам. Ал қазір әйелдер сырқаты жайлы сөз қозғайтын боламыз. Кеттік. Қараңыздар. Бірінші, әйелдер сырқаты, женский болезни, оған не жатады? Вагина, қынап, жатыр, матка, және сүт безі, молочные железы. Мына суретте көріп тұрғаныңыздай, қынаптың және де жатырдың суреті сарымен белгіленген. Енді қараңыздар. Бүгін осы сырқаттардың психосоматикалық себебін айтып кететін боламыз. Әйелдерде ең көп кездесетін нәрсе эрозия шейки матки, бедеулік, бесплодие және де эндометриоз, киста, тағы бірнеше аурулар. Қазір сол жайлы толық сөз қозғайтын боламыз. Қараңыздар. Нені білдіреді? Ең бірінші, эндометриозға келікші. Мына суретте көріп тұрғаныңыздай, эндометрий матканың сыртында қаптап кетеді. Эндометрий дегеніміз матканың ішіндегі ішкі қабаты. Мынау сіздердің әйел кісілердің етеккері келетін уақытта, мынау хайыз дейді ғой, мынау 5 күн, 3 күн, 5 күн келетін етеккер қан. Дәл осы эндометрий сыпырылып түсіп, жаңаратта, дәл сол эндометрий тіндері матканың ішінде емес, сыртына ошақ-ошақпен білінеді. Міне қарасаңыздар, қара точка болып дәуіп жиналып тұрғандар осы эндометрийдің тіндері. Бұл несімен қауіпті? Бұлар адамның ішкі жағында бөлініп, ішкі қан кету, ақырынан соңынан бір перитонит немесе қабыну процестерді іске қосады. Сондықтан да бұл ауру өте қауіпті. Бұл психосоматикалық тұрғыда қандай блоктардың, эмоционалды блоктардың бар екенін білдіреді. Бірінші, бұл әйел кісі бала көтеруді қалайды, бірақ көтере алмайды. Неге? Саналы түрде қалайды, немесе өзі сүйгісі келеді, бірақ бейсаналы тұрғыда денесі оны итеріп жатыр, отталкивать етеді. Неге? Себебі іште қорқыныш бар, әйел қорқады. Неден қорқады? Бала туатын уақытта мен өліп кетуден қорқады, туу кезіндегі қиналудан қорқады. Егерде ол қыз кішкентай кезінде айтады ғой, бір бәрі әйел кісінің айтатын сөз, адамнан адам шығу оңай ма, өлейін деп қалдық бірдеңе дейді ғой. Дәл осы сөзді қыз естіп өскенде кішкентай кезде ол қорқады да бала көтеруден. Бұл нәрсе бейсаналы тұрғыда адамның денесінде немесе подсознательно түпкі санада қалып кетеді. Дәл осылай ол қорқыныш ішінде қалып кетеді, уақыт өте келе ол стресспен жатырдың жиырылуына және де босаңси алмауына алып келеді. Солайынан есейген уақытта, тұрмысқа шыққан уақытта әйел кісіде біраз қиындықтар басталады. Бала көтере алмау, тағы басқа. Екінші бір нәрсе бар, бұл әйел кісі эндометриоз мазалайтын әйелдер күйеуіне сенбейді, және де күйеуін басарған жақсы көреді. Неге? Ол әйелдің өзінің табиғатында болуы мүмкін, немесе еркек өзінің абыройын өзі түсіріп алған. Измена жасайды, жауапкершілік алмады, өзімен жұмыс жасамады деген сияқты. Өкінішке орай, әйел барлық нәрсені контрольда ұстауға тырысады. Бұл кісі өзі властная женщина болады, барлығын басырған жақсы көреді. Күйеуін де тексеріп жүреді, тағы басқа. Енді қараңыздар, киста. Суретті көріп тұрсыздар, мына терінің астында, тері асты қабат болады, майлар соның астында жиналып тұр. Киста, бұл жерде ішінде ауа болуы мүмкін, сұйықтық болуы мүмкін, кашеобразный жидкость болуы мүмкін.
Киста нені білдіреді? Киста ол адамның кез келген жерінде пайда болады. Бауырда, маткада, трубаларында, яйца клеткада, мысалы простатада, сүт безінде көп жерде пайда болады да, и оның пайда болу өзінің себебі бар. Бірінші, ол ұзақ уақыт жиналған реніш, көңіл қалу сезімдерін, эмоцияларынан пайда болады. Адам ішіне барлығын жұтады да подавлять етеді. И ол шар тәрізді дене адамның эгосы алып жатқан соққыны жеңілдету үшін пайда болады. Ол адам өзін қорғай алмай жатыр, жеке шекарасын қорғай жатыр, жоқ қорғай алмай жатыр, айналайын құршы, менің жеке өміріме араласа бермеші деп айта алмайды. Неге? Ол өзіне жақын адамы немесе авторитетный адам, авторитарлы адамы оған айта алмайды, мүмкін анасы, мүмкін күйеуі, енесі деген сияқты. Одан кейін киста бірнеше болса ол оқиғалар қалдырған ауырсыну сезімнен арыла алмай жатыр. Мысалы біздің әрқайсымыздың өмірімізде бір ситуация болады, және де ол ситуация қалдырған эмоциялар болады. Солардың арыла алмай жатқанын білдіреді. Киста егер бірнеше болатын болса, айтады ғой, менің сүт безімде киста бар, оң жағымда 2-3, бір жағым, сол жағымда бір үлкен деп. Сол именно 2-3 болатын болса, дәл осы оқиға қалдырған ауырсыну сезімдерінен арыла алмай жатыр. Кистаның пайда болған ағзасына қарай тағы өзінің себептері бар. Мысалы, бауыр ауыратын болса, чувство подавленная агрессия, эмоциялар, реніш, өзінің жертва сезімі, осындай сезімдер. Ал егер ұйқы безі болатын болса, өкініш сезімі, гиперопека, чувство агрессии, тағы не, сүт безі болатын болса, аналық материнский инстинктпен байланысты. Осы нәрселермен байланысты. Киста түсінікті ғой. Енді бедеулік, бесплодия. Мысалы, менің жеке терапияма бесплодиямен көптеген адамдар келеді. Мысалы, вторичный, первичный, Бауыржан мырза 5 жыл болды, 7 жыл болды, 10 жыл болды, эконы 5-6 рет жасадық, нәтиже жоқ деген кісілер өте көп келеді. Сосын достар, жазыңыздаршы, даусым жақсы естіліп тұр ма? Кері байланыс беріп кетсеңіздер, даусым жақсы естіліп тұр ма? Түрім жақсы көрініп тұр ма? Интернет жақсы тартып тұр ма? Алла қаласа бүгін бұл эфир қазір Инстаграмда өтіп жатыр. Алла қаласа ертең или ары күні 1-2 күнде YouTube каналға шығады, сол жақтан көре аласыздар. Түсінікті ғой? Қазір кері байланыс беріп кетсеңіздер, дауысы жақсы естіліп, түрім жақсы көрініп тұрған болса болды. Ең қызық тақырыпқа келдік, бедеулік, бесплодия. Әйелдерді жоқ, ұзақтан естіліп тұр дейді. Тағы кімде дұрыс естілмей жатыр? Жазып кетсеңіздер. Білмеймін, вроде жақсы естіліп тұрған сияқты. Қазір қалай мұнан? Кішкене тартайыншы өзіме қарай. 1-1-1-2. Бұлай жақын сөйлесем қалай? Бұлай тұрса қалай? Айсұлу ханым, қалай? Дауыс жақсы естіліп тұр ма? Или микрофон жақындатайын ба? Кет, қараңыздар. Енді бедеулік, бесплодияның психосоматикалық себебін айтып кетейік. Медициналық тұрғыда оның себептері өте көп, және де ешқандай себепті мынау негізгі себебі деп айта алмайды. Егерде анық көрініп тұрмаса. И ол психологиялық характер деп айтып береді. Қазір Аллаға шүкір, медицина уақыт өткен сайын психосоматиканы мойындап келе жатыр. Оны мен өзім 9 жылдық медициналық білім бар дәрігер ретінде айта аламын. Егер психосоматика жұмыс істемегенде, өтірік нәрсе болғанда бірінші мен сенбейтін едім. Өйткені өзім алған медициналық тұрғыдан 2 диплом бар, біреуі орта білім, біреуі екіншісі жоғары медициналық білім. И жақсы болады. Жақсы болды ма? Жақсы. И Алла қаласа көптеген адамдарға пайдалы болады деген ниеттемін. Өйткені өзім жеке терапияма бала көтере алмай жатыр, болмай жатыр, қанша әрекет қылып жатыр, эго жасап жатыр деген кісілер өте көп келген. Алланың қалауымен жақсы нәтижелермен шығып көтеріп кеткен кісілер бар. Келістік қой. Енді қараңыздар. Все, жақсы болды дейді. Все, жақсы, кеттік. Бесплодияның, бедеуліктің бірнеше себебі бар. Оның біріншісі, дәл адамда, әйел кісіде егер бесплодия болса, ода қарым-қатынастың 4 бағытының біреуінде проблема болып жатыр. Бірінші, өзімен байланысты. Ішінде қорқыныш бар, өзін кінәлау, стресс сезімі,
бала көтерумен байланысты қорқыныштар, бала туумен байланысты белгілі бір қорқыныштар бар. Екінші, күйеумен байланысты қарым-қатынаста проблема бар. Күйеуі измена жасаса, оған сенбесе, оған күйеуі жауапсыздық танытса, оған арқа сүйе алмаса, әйел кісі бейсаналы тұрғыда бала көтеруден қашады. Және де саналы түрде қаласа да, бірақ ішіндегі күмән, қорқыныш оған бала көтеруге рұқсат бермейді. Өйткені жатыр тырыс тұрады, жиырылып тұрады. И ол еркектің сперматозоидымен әйелдің яйцеклеткасы қосылғанмен ол жатырға барып бекіне алмайды. Өйткені бетон болып қатты болып тұрады. Үшінші, ата-анасына байланысты белгілі бір реніштер, оқиғалар бар. Мысалы, ішіне реніші болуы мүмкін, әкесіне мүмкін, мамасын көп ұрды, ұрысты, ішіп алып, есірткі шегіп, қатты мазасын алған болса, и анасының тағдырын қайталаудан қорқады, бейсаналы тұрғыда. Бұл үшінші себебі. Енді төртінші себебі күйеуінің туыстарымен проблемалар бар. Енесімен, қайынсімен тағы басқа. Негізі ең жиі кездесетін нәрсе бірінші, екінші себебі, және үшіншісі. Енді қараңыз, сүт безі. Сүт безін енді кім қалай атайды, өз еркі, омырау дейді, біреу емшек дейді, енді ол сөздің ұяты жоқ, біреу көкірек дейді. Ең бастысы суть не в этом, главное сүт безі. Сүт безі еркектерді де мазалайды. Сүт безі нені білдіреді психосоматикалық тұрғыда? Бұл аналық махаббаттың инстинкттің символы. Ол аналық махаббат кімге бағытталған? Баласына, отбасына, күйеуіне, ол әйел баласын, отбасын, күйеуін қатты қорғағысы келеді, қамқорлық көрсеткісі келеді. Өзгелерді көп ойлайды да өзін ұмытып жібереді. Андай елдер бар ғой, бытовухаға кіріп кеткен, өзіне қарамайды, киімі қалай болса солай, шашы өсіп кеткен, май, ой қойшы, орамалдың астығы деп жүре береді. Көйлегі жыртық, қарамайды. Сондай әйелдерді жаңағыдай барлық нәрсесін отбасына арнап тастаған, и өкінішке орай уақыт өте келе күйеуі ол кісілердің көзіне шөп салып измена жасайды. Неге? Өйткені әйел өзіне қарамай қойды. И ол әйелдердің жіберетін ең бірінші қателігі. Қараңыздар. Жақсы ана не әке болу үшін өзін көп мәжбүрлейді ол адамдар. Оның қолынан келмей жатыр, бірақ өзін қатты не қылады, мәжбүрлейді. Одан кейін ол адамның ішінде ашу пайда болады. Неге? Өйткені өзіне уақыт жетпей жатыр. Уақытының барлығын күйеуі, бала шағасы, отбасы сап қойып жатыр. И өзіне қатаң талаптар қояды. Ол әйел өзін робот сияқты сезінеді да, мен жақсы әйел болу керекпін, мен жақсы ана болу, мен жақсы келін болу керекпін, мен үшін барлығына ұнауға тырысады да, и өзін ұмытып кеткен. И барлық тұрғыда идеальная болғысы келеді. И өзіне рұқсат жоқ, жаңағыдай белгілі бір нәрседе қателік жасауға рұқсат бере алмайды. Егер сіздің оң жақ сүт безі мазаласа, ол нәрсе отбасымен, күйеуіңізбен және де туыстармен байланысты. Сол жақ мазаласа, ол сіздің бала шағаңызбен байланысты. Ал егер сіз солақай болсаңыз, дәл осы нәрсені керісінше. Оң жағыңыз баламен, сол жағыңыз отбасы, күйеу, туыстармен байланысты. Түсінікті ғой? Енді қараңыз, жатыр, матка. Бұл нені білдіреді? Мен қазір бұның ішінде мына Бауыржан мырза матканың мына ауруын айтпапсыз, эндометрит айтпапсыз, мынаны айтпапсыз деген кісілерге тыңдаңыздар. Жатырдың барлық жатыр жайлы қазір толық айтып кетемін, бұл айтылмаған бүкіл аурулар кіріп кетеді. Жаңағы мен айтылған ауруларға қосымша дополнение бұл. Бұл жақсы әйел, ана, келін бола алмадым деген іштей бір өкініш, өзін кінәлі сезіну сезімі бар. Отбасының берекесін келтіре алмадым, мен жақсы әйел бола алмай жатырмын деген сияқты кінәлаулар бар. Одан кейін стресс бар, и одан кейін бұл әйел босаңси алмайды. Постоянно стрессте, постоянно бір нәрсе істеу үстіне жүреді. И байқасаңыз, бала біздің әрбіріміздің мына өмір есігін ашып келердің алдында ең бірінші үйіміз дәл осы жатыр, анамыздың құрсағы. Ананың құрсағы егер мазаласа, білейін, мен отбасыма жақсы береке кірете алмадым, отбасы ошақ қасы дейді ғой, дұрыс әйел бола алмай жүрмін, жақсы дұрыс ана бола алмай жүр деген сияқты қорқыныштар, негативный сезімдер болады. Енді қараңыз, инфекция мазалайтын болса, бұл жаңағы вагинит болсын, жатырдағы белгілі бір инфекциялар болсын, немесе денедегі толық инфекцияларға толыққанды жауап. Бұл адам өзін әлсіз, хрупкий сезінеді, өзінің күштілігін түсінбейді. Және де сезіне алмайды. Бұл адамдар пессимизмға жақын, күреспей жатып беріле салады. Мен бұны жеңе алмаймын ғой, үйте алмаймын ғой, бүйте алмаймын ғой деп бір беріліп қояды алдын ала. И өзін қорғай алмайды. Бәтима, құрышы, отстань от меня, пожалуйста деген ана бір не жүр ғой, озвучка ше Инстаграмда. Сол сияқты айтқысы айта алмайды, айтқысы келеді, бірақ айта алмайды. Адамдардың ыңғайына анандай аяғының астына көрпе төсек кілем болып төселе береді да.
И бұл инфекция мысалы зақымданған ағзаға байланысты болады. Мысалы қынапты мазаласа вагинаны, жатырды немесе басқа ағзаларды. Ал егер ол іріңмен жүретін болса, мысалы, абсцесс, фурункул сияқты жүретін болса, ол подавленный нелерді білдіреді, чувство агрессияды білдіреді. Түсініңіз ғой. Енді қараңыздар, мына жерде айтатын бір нәрсе, дәл осы сырқаттардан дәрісіз арылғыңыз келсе, Алланың қалауымен жақында жарыққа шыққан тәніңді тыңда сырқаттар психосоматикасы атты қазақ тіліндегі тұңғыш алғашқы психосоматикалық кітап. Авторы мен Айбілханов Бауыржан. Осы кітапты алып оқысаңыздар, ішінде бүкіл сырқаттардың пайда болу себебі, психосоматикалық және де арылу жолдары толық берілген. Бұл кітап 3 бағытты қамтиды: медицина, психология және де психосоматика. Психосоматика ол медицина мен психологияның қосындысынан шыққан ғылым. Медициналық психология, түсініңіздер ғой. Міне төмендегі WhatsApp номер бар, немесе Алланың қалауымен бүгін Каспиге шықты. Каспиге тәніңді тыңда деп жазсаңыз, кітап шығады. Алланың қалауымен аласыздар, оқисыздар, иншалла сіздерге пайдалы, жаныңызбен қоса тәніңізді қоса емдейтін керемет кітап болатынына мен өзім сенімдімін, және де Алладан соны дұға етіп сұраймын. Сіздермен болған Айбілханов Бауыржан, дәрігер, психосоматолог. Сосын сұрақтарыңыз болса, Инстаграмға немесе Ютубқа комментарийға жазсаңыздар болады. Және де кітап жайлы сұрақтарыңыз болса, WhatsAppқа төменде көрсетілген WhatsAppқа жазсаңыздар болады, немесе комментарийға жазып кетіңіздер, мен оны оқимын, сіздерге жауап беремін, бөлісемін. Ал сіздермен сау саламатта боламыз. Алдағы уақытта YouTubeқа бұл сабағымыз шығады. YouTube'та тағы да басқа жаңа сабақтар салынып отыратын болады. YouTube'тан алыстамаймыз, ең басты тіркелеміз, комментарий жазамыз, лайк басамыз, поделиться етіп достарымызға жібереміз, группаларға, тағы басқа жағына. Сау саламатта болыңыздар.